Қош келдіңіздер достар. Мұнда сіздерді ең шынайы өмір әңгімелері күтеді. Сен енді түсінбейсің. Осы сөздер, осы үш-ақ сөз, олар кеудеме қорғасындай құйылды. Мен күттім. Мен үнсіз күттім. Мен тағдырдың соққы беретін сәтін үнемі күтіп жүретінмін. Бірақ ең ауыр соққы өз қанымнан, өз баламнан келеді деп ешқашан ойламаппын. Менің жасым 62-де. Және осы 62 жыл ішінде мен өзім ұялатындай бірде-бір сөз айтқан емеспін. Бұл мақтаныш емес. Бұл асыра сілтеу емес. Бұл менің өмірлік бұлжымас ұстанымым. Өмірзақ әкем 1987 жылы дүниеден озды. Ол байлық жинаған жоқ. Артында бізге қалдырғаны үш-ақ нәрсе еді. Жезқазғанның шаңы басқан көшесіндегі ескі үй, жасыл түсті сыры ұшқан шәйнек және өлерінде айтқан бір ауыз сөз. Балам, есім мен абырой ақшаға сатып алынбайтын, ұрлауға келмейтін жалғыз дүние. Соны сақта, деді ол көзін жұмар алдында. Оның қолы менің қолымды қатты қысып тұрды. Ол қолдың табы әлі күнге дейін алақанымда сезіледі. Мен сақтадым. Осы сәтте сіз қай қаладан, қай жерден көріп отырсыз? Өмірдің қиын сәттерінде сізге ата-анаңыздың қандай сөзі тірек болды? Және арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Бұл оқиға талай жанның көзін ашарына сенімдімін. Мүмкін сіздің де жүрегіңіздегі бір түйінді тарқатар. Мен 91 жылдың зарын көрдім. Айналадағы дүниенің бәрі құлап, адамдар бір қап 13 үйіндегі тоңазытқышын сатып жатқан кез. Мен одан аман өттім. 95 жыл. Менің алғашқы кәсібім өртеніп кетті. Тура мағынасында. Лаулап жанды. Сақтандыру жоқ еді. Әдейі қойылған өрт болатын. Көк түтіннің иісі әлі мұрнымда. Оттың қызуы әлі бетімді қарып тұрғандай сезіледі. 2009 жыл. Айгүлімнен айырылған жыл. Ол менің жарым, Арманның анасы еді. Оның өлімі тым үнсіз, тым әділетсіз болды. Тек жақсы адамдар ғана солай үнсіз кетеді. Аурухананың дәрі иісі сасыған дәлізінде жалғыз қалғанымда да үнсіз жұтындым. Әрбір соққыдан кейін мен қайта орнынан тұрдым. Өте мықты болғандықтан емес. Жоқ, мен жай ғана басқаша өмір сүруді білмейтінмін. 60-қа келген шағымда менің құрылыс материалдарын сататын 3 дүкенім, Алматының шетіндегі шағым қоймам және ең бастысы әкем айтқан әлгі есімім болды. 3 ауданның адамдары мені танитын. Үлкен кісілер қасымнан өткенде бірінші болып амандасатын. Мен баламды жалғыз өсірдім. Айгүлден кейін маған ешкімнің керегі болмады. Арман ақылды, келбетті болып ержетті. Анасының мінезі бойында бар еді, әсіресе жанарындағы мейірім оны қатты еске түсіретін. Мен оған қолымнан келгеннің бәрін бердім. Оқыттым, көлік әпердім, өз ісіме қостым. 30 жасында оны қойманың басшысы етіп тағайындадым. Мүмкін ерте берген шығармын. Мүмкін бұл менің ең үлкен қателігім болған шығар. 3 жыл бұрын Арман Динараға үйленді. Мен қатты қуана қоймадым. Ол жаман адам болғандықтан емес. Ол тым бөтенер. Оның көздері. Ол маған қарағанда менің артымдағы қабырғаға қарайтындай сезілетін. Амандасқанның өзі бір міндет қылғандай, саудаласқандай көрінетін. Бірақ балам оны сүйді. Ал балам сүйсе, мен үндемеуім керек. Мен үндемедім. Мен араласпадым. Мен өз орнымды білдім. Сол тойға дейін. Той менің 60 жылдық мерейтойыма арналып жасалды. Арман өзі ұсыныс жасады.
зәулім зал жалдады. Шымкенттен, Астанадан, Жезқазғаннан барлық ағайын туысты шақырды. 120 адам жиналды. Олардың арасында әкемді көргендер бар еді. Менің алдымда бірде-бір қарызы жоқ, көңілі таза адамдар келді. Бәрі тамаша өтіп жатты. Тілектер айтылды, буы бұрқыраған ет тартылды, күй тартылды. Дастархан басындағы ет пен бауырсақтың иісі көңілді тоқ қылады. Мен төрде отырмын. Аздап шаршағанмын, бірақ ішімнен қуаныштымын. Міне өмір зая кеткен жоқ деп ойладым. Байлықпен емес, осындай жақсы адамдармен өлшенетін өмір. Сосын Динара орнынан тұрды. Ол өте байсалды, тіпті бетінде жеңіл күлкімен сөйледі. Басында мен түсінбедім. Сөздері әдемі еді. Отбасының бірлігі туралы, келешектегі жоспарлар туралы, кәсіптің дамуы туралы. Бірақ сөйлемдерінің астарында бір соу ызғар жатты. Кейін миыма жете бастады. Ол қойма туралы айтып жатыр екен. Құжаттарды қайта рәсімдеу туралы. Істі оңтайландыру үшін қойма енді ресми түрде Арманның атына өтетінін, тіпті осы аптада құжаттар реттеліп қойғанын айтты. Бәрінің көзінше мерейтойда. Зал іші сілтідей тынды. Мен Арманға бұрылдым. Балам дастарханға телміріп төмен қарап отыр екен. Арман даусын бәсең, бірақ анық шықты. Ата, араласпа. Бұл іскерлік мәселелер. Сен енді түсінбейсің. Тыныштық, зал ішіндегі тыныштық сондай, терезенің сыртынан өтіп бара жатқан көліктің дөңгелегінің дыбысы естілді. Тамағыма бірдеңе кептеліп қалғандай болды. Сен енді түсінбейсің. Мен айқайламадым. Мен үстелді ұрмадым. Мен орнымнан жұлқынып тұрмадым. Мен алдымдағы ақ майлықты алдым да мұқият бүктеп үстелдің үстіне қойдым. Орындықтың арқасында ілулі тұрған пинжагымды алдым да залдан шығып кеттім. Баяу бір ауыз сөзсіз. Ешкім мені тоқтатпады. Ешкім соңымнан ермеді. Сіздің өміріңізде ең жақын адамыңыз арқаңыздан пышақ ұрғандай сезім болды ма? Сіз ондай кезде қалай әрекет еттіңіз? Үнсіз кеттіңіз бе? Әлде дауластыңыз ба? Келесі күні таңертең Арман 3 рет қоңырау шалды. Мен тұтқаны көтермедім. Бұл өкпе емес еді. Бұл кекті емес еді. Маған жай ғана ойлану керек болды. Бөтен дауыстарсыз, сылтауларсыз, таза тыныштықта ойлану керек еді. Мен өзімнің шағын пәтерімнің ас үйінде отырдым. Арман үйленгелі 2 жыл бөлек тұратынмын. Газ плитасының үстінде әкемнен қалған баяғы жасыл шәйнек қайнап жатты. Буы бұрқыраған ыстық шайдан оттадым. Шайдың кермек дәмі таңдайымда қалды. Мен көп ойландым. Түске таман әскерде бірге болған ескі досым Бауыржанға қоңырау шалдым. Ол Шымкентте тұратын. Шағын шаруашылығы, жылқылары, кішкене жері бар еді. Қарапайым адам, ең бастысы сенімді адам. Бауыржан маған біраз уақытқа кетіп қалу керек болып тұр. Кел, бөлме дайын. Қашан келесің? Ертең мен өзіңмен көп зат алмадым. Жастық шағымдағыдай, қолымда ештеңе болмаған кездегідей бір ғана сөмкеге киімдерімді салдым. Сосын заңгеріме хат жаздым. Асықпай, нақты етіп жаздым. Талабым қысқа әрі түсінікті. Компанияға толық қаржылық тексеріс жүргізу, барлық құжаттарды тексеруден өткізу, менің атымнан берілген барлық сенімхаттардың күшін жою. Бұл жазалау емес. Бұл тәртіп. Мен өмір бойы тәртіпті жақсы көрдім. Егер мен ештеңе түсінбесем, онда менің есімімнің ол жерде тұрғаны қажет емес.
Арманға бір сөз жазбадым. Мен телефонды өшірдім де есікті құлыптап вокзалға қарай бет алдым. Алматының таңғы салқын ауасы бетімді сүйді. Алдымда не күтіп тұрғанын білмедім, бірақ шегінер жол жоқ екенін анық сездім. Менің ішімде үлкен бір дәуір аяқталып, жаңа белгісіз бір кезең басталып келе жатты. Пойыздың іші күңгірт. Доңғалақтардың ырғақты дауысы ғана естіледі. Тақтол, тақтол. Бұл үн менің миымдағы ойлармен жарысып жатқандай. Мен купенің терезесінен көз алмай отырмын. Дала қап-қараңғы. Терезенің әйнегінен тек өзімнің сұлбамды көремін. Қартайған көздері шүңірейген, бірақ әлі де тік отырған бейне. Мен қашқан жоқпын. Мен ешқашан қашқан емеспін. 95-ші жылы да қашпағанмын. Сол жылы менің алғашқы дүкенім өртеніп кеткен еді. Қаскөйлер түн ортасында от қойып кеткен. Мен таңертең келгенімде тек түндеген қара бөренелер мен күлді ғана көрдім. Күйрік иісі қолқана қабатын. Пластмасса мен ағаштың жанып кеткен иісі әлі күнге дейін мұрнымнан кетпейді. Сол кезде менің бар байлығым сол дүкенер. Менің үмітімде сол бөренелермен бірге күлге айналғандай болды. Мен сонда тізе бүгіп жылағым келген. Бірақ Айгүлім жанымда тұрды. Ол менің иығыма қолын қойды. Жыламады, байбалам салмады. Тек қана құлағыма сыбырлап, біз қайта бастаймыз, сұлтан деді. Мен қайта бастадым. Мен берілмедім. Мен сынбадым. Мен қайта тұрдым. Ал қазір ше? Қазір менің дүкенім жанған жоқ. Менің жаным жанды. Өртті ойған бөтен біреу емес. Өртті ойған бәсекелес емес. Ол өз балам. Өз ханым. Өз жалғасым. Бұл өрттің күйібі әлдеқайда ауыр, әлдеқайда аш екен. Бұл өрттен қалған күлді ешқандай жел ұшырып әкете алмайды. Арман кішкентай кезінде өте момын бала болды. Оның алғашқы қадамдарын жасағаны құлап түсіп, маған қарай жылап жүгіргені әлі көз алдымда. Мен оны құлап қалмасын деп үнемі демеп жүретінмін. Оның тізесі сырылса, менің жаным ауыратын. Айгүл қайтыс болғаннан кейін мен оған ана да әке де болуға тырыстым. Мен оны барлық қиындықтан қорғадым. Жылы киіндірдім. Ештеңеден таршылық көрсетпедім. Мүмкін менің ең үлкен қателігім осы шығар. Мен оған өмірдің суығын сездірмедім. Мен оған өмірдің ащы дәмін тапқызбадым. Мен оны тым қатты қорғадым. Тым қатты. Тым ұзақ. Енді міне сол қорғаштап өсірген балам маған қарап, сен енді түсінбейсің деп отыр. Бұл сөздер маған атылған оқпен тең болды. Динараның сол кездегі бет әлпеті есімнен кетер емес. Оның жасанды күлкісі, оның аузынан шыққан оңтайландыру, тиімділік деген соғып, жат сөздер. Бұл сөздер отбасының іргетасын бұзып жатқанын ол сезді ме екен? Әлде оған бәрібір ме? Ата-ананың тым қатты қамқорлығы баланың өзіндік тұлға болып қалыптасуына кедергі жасайды дегенге келісесіз бе? Мүмкін балаға кейде қиындық көруге мүмкіндік беру керек шығар. Пікірге жазыңыз. Пойыз Шымкентке таңертең жетті. Оңтүстіктің ауасы ыстық әрі құрғақ. Пойыздан түскенімде бетіме жылы, шаң аралас жел ұрды. Перронда Бауыржан тұр екен. Оның жүзінде ешқандай сұрақ, ешқандай аяушылық жоқ. Болмаған жай ғана жақындап келді де үнсіз құшақтады. Оның үстінен жылқының тер иісі шығып тұр екен. Нағыз еңбек адамының, дала адамының иісі. Бұл иіс маған сондай таныс, сондай жақын көрінді.
оның кедір бұдыр. Қап-қара қолдары арқамнан қаққанда бойымдағы кернеп тұрған бір ауыр жүк сәлде болса жеңілдегендей болды. Біз үнсіз ғана оның ескі көлігіне отырдық. Еркектердің достығы осындай болады. Онда артық сөздің қажеті жоқ. Онда түсіндірудің, ақталудың, мүсіркеудің қажеті жоқ. Бауыржан менің көзіме қарап-ақ бәрін түсінді. Жол бойы біз бір ауыз сөз сөйлеспедік. Мен терезеден сырғып өтіп жатқан ағаштарға, егістіктерге қарап отырдым. Бауыржанның үйі қаланың шетінде үлкен қора-қопсысы бар ескілеу үй еді. Оның әйелі Роза бізді қарсы алды. Ол да үндемеді. Тек жанармен ғана сәлемдесті де, алдыма ыстық етті сорпа келіп қойды. Ананың мейіріміндей ыстық құнарлы тамақ. Сорпаның буы бұрқырап тұр. Мен сол кезде ғана соңғы 2 күн бойы нәр татпағанымды, қарнымның қатты ашқанын сездім. Алғашқы апта мен тек демалдым. Таңертең ерте тұрамын. Аулаға шығамын. Шымкенттің таңы ерекше қызыл болып атады. Ауада дымқыл топырақтың иісі тұрады. Мен жай ғана аспанға қарап терең демалдым. Бауыржан маған тиіспеді. Ол өз шаруасымен жүре берді. Жылқыларын суарады, шөп салады, қора тазалайды. Мен оған сырттай қарап отыратынмын. Оның әрбір қимылында сенімділік бар еді. Ол өмірге өкпелемейтін. Ол жай ғана өз міндетін атқаратын. Бұл маған ой салды. Менің де міндеттерім бар. Менің де жауапкершілігім бар. Заңгермен хат жазғаным сол жауапкершіліктің бір бөлігі ғана еді. Мен ісімді толық тексерістен өткізуді бұйырдым. Барлық шоттарды, барлық келісім шарттарды тексеруді талап еттім. Бұл кек алу емес. Мен балама кек сақтамаймын. Бұл оған сабақ. Мен оған басқаруды бергеніммен жауапкершіліктің жүгін толық сезіндірмеппін. Ол басшы болу тек үстел басында отырып бұйрық беру деп ойлайтын шығар. Жоқ, басшы болу ол түнде ұйықтамау. Ол адамдардың тағдырына жауап беру. 2 апта басталғанда мен шыдамадым. Қолдарым қыши бастады. 4 қабырғаға қамалып отыра берсем, ішімдегі ойлар мені жеп қоятынын түсіндім. Маған физикалық ауырсыну керек болды. Ішкі жан азабымды басатын сыртқы ауыр жұмыс керек еді. Бауыржан маған бірдеңе істеткіз. Қолмен істейтін жұмыс бер дедім мен бір күні таңертең шай ішіп отырып. Ол шайын ұрттап маған сынай қарады. Таң қалды, бірақ қарсыласпады. Ол менің мінезімді білетін. Қораның шетіндегі ескі шарбақты ауыстыру керек еді. Тақтайлар шіріп кеткен деді жай ғана. Мен үнсіз басымды изедім. Сол күннен бастап менің жаңа өмірім басталды. Алматының 3 ауданына сөз өтетін, астында қымбат көлігі бар. Үлкен қойманың иесі Сұлтан енді таңғы 6-да тұрып, ескі шарбақты жөндеуге кірісті. Мен ескі, шіріген тақтайларды жұлып тастадым. Олардың орнына жаңа ауыр бөренелерді тасыдым. Күн түрбеден шақырайып тұр. Арқамнан тер сорғалап, жейдем суға малшынды. Қолыма балғамен шеге алдым. Шегені тақтайға қойып, балғамен ұрамын. Түрс, әрбір ұрған сайын, ішімдегі шерде сыртқа шығып жатқандай болды. Сен енді түсінбейсің. Түрс, бұл іскерлік мәселелер. Түрс, біздің атымызға өтті. Түрс, мен балғаны бар күшіммен ұрдым. Тақтайдың бұдыры алақанымды жырып кетті. Қан шықты. Қызыл қан балғаның сабына жұқты. Бірақ бұл ауырсыну маған ләззат сыйлады. Өйткені бұл шынайы ауырсыну еді. Өтірік емес,
Жалған емес. Бұл ауырсыну менің әлі тірі екенімді, әлі сезе алатынымды дәлелдеді. Кешқұрым Бауыржан екеуміз ауладағы сәкіде отырып шай ішеміз. Аспанда жұлдыздар самсап тұрады. Шілдекештердің шырылы құлаққа жағымды естіледі. Денемдегі шаршағандық жаныма рахат сыйлайды. Қолдарым қасқайып, бұлшық еттерім сырқырайды. Бірақ миым тыныш. Бауыржан көп сөйлемейтін адам. Ол арман туралы да, менің бизнесім туралы да бір ауыз сұрамады. Бірақ бір күні кешке шайын ішіп отырып, аспанға қарап сөйледі. Білесің бе, Сұлтан, дауыл тұрғанда қатты, жуан ағаштар сынып кетеді. Өйткені олар иілуді білмейді. Ал жіңішке, иілгіш талдар жерге дейін тиіп, дауыл басылған соң қайта тік тұрады. Мен оның не айтқысы келгенін түсіндім. Мен ағаш емеспін, Бауке, мен темірмін. Темір иілмейді, темір тек балқиды, немесе сынады дедім мен күрсініп. Кейде жақсы көру, ол босату деген сөз. Сұлтан, баланы өмір бойы қолтығыңнан демеп жүре алмайсың. Ол өзі құлап, өзі тұруы керек. Сенің қазіргі үнсіздігің оған берген ең үлкен сабағың, деді Бауыржан. Мен тыңдадым. Үнсіз тыңдадым. Оның сөздері менің көкірегімдегі жараға жағылған ендік майдай болды. Мен өз-өзімді кінәлауды тоқтатуым керек еді. Мен оған бәрін бердім. Енді ол сол бергенді қалай ұстап қалуды үйренуі керек. Ал Алматыда бұл кезде нағыз дауыл басталып жатқан еді. Ең қызығы енді басталма. Алматыдағы дауыл мен күткеннен де тез басталды. Заңгерім берілген тапсырманы бұлжытпай, мінсіз орындап шықты. Мен оған нақты әрі қатаң бұйрық берген едім. Барлық құжаттардың заңдылығын тоқтату. Менің атымнан берілген барлық сенімхаттардың күшін жою. Барлық шоттарды бұғаттау емес, қатаң бақылауға алу. Бұл қатыгездік пе? Жоқ, бұл кек алу ма? Мүлдем олай емес. Бұл әділдік. Бұл тәртіп. Мен өмір бойы тәртіпті жақсы көрдім. Егер мен сол үстел басында айтылғандай ештеңе түсінбейтін, ескірген адам болсам, онда менің қолымның, менің рұқсатымның ол жерде тұруы қажет емес. Арман бір нәрсені түсінбеді. Ол қағаз бетіндегі мөр мен тіркеу құжаты бәрін шешеді деп ойлады. Ол өзін қожайын сезінді. Динараның тәтті сөздеріне алданып, үлкен кәсіпорынның басшысы болдым деп масаттанды. Бірақ ол басты нәрсені ұмытты. Кәсіп ол зәулім кеңсе емес. Кәсіп ол жиналған тауар емес. Кәсіп ол сенім. Жеткізушілермен, үлкен зауыттармен 1 жылдар бойы жұмыс істедік. Мен олармен бірге талай дағдарысты өткердім. Олар маған тонналаған құрылыс материалдарын, цемент пен тақтайларды, темір құбырларды бір ауыз сөзім үшін қарызға бере беретін. Олар келісім шарттың тармақтарына емес, менің көзіме қарайтын. Олар қағаздағы мөрге емес, менің уәдеме сенетін. Сұлтан аға айтты ма, бітті. Ол кісінің сөзі заң дейтін олар. Міне менің әкем айтқан баяғы есім осы еді. Оны ақшаға сатып ала алмайсың. Оны заңды түрде өз атыңа аударып, ұрлап ала алмайсың. Ол тек жылдар бойы төгілген термен, адал еңбекпен, сынбаған уәдемен ғана жиналады. Арман мұны білмеді. Ол ірі зауыттарға хабарласып кезекті тауар партиясын сұраған. Ал олар, Сұлтан аға қайда? Біз тек сол кісінің қолы қойылған құжатпен ғана жұмыс істейміз. Сені танымаймыз, бауырым деп қыста қайырған. Олар біздің кәсіпорынмен емес, менің есіммен жұмыс істейтін еді. Бұл шындық Арманның төбесінен мұздай су құйғандай болды. Менің атымнан алынған,
Бірақ Арман өзі қайтаруды жоспарламаған үлкен несиелер де бар еді. Банктер де шу шығарды. Тұрақты тұтынушылар бізбен 10 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан ірі құрылыс компаниялары іштегі шиеленісті естіп, біртіндеп басқа жаққа кете бастады. Өйткені ақша тыныштықты сүйеді. Ал дау-дамай бар жерден береке қашады. Динара ашуланды. Арман жүйкесі жұқарып, тығырыққа тірелді. Қойма күн сайын шығынға бата бастады. Жалақы төлеудің өзі мұңға айналды. Мен мұның бәрін заңгерімнің күнделікті жіберіп отырған қысқа хабарламаларынан біліп отырдым. Ішім қан жылады ма? Әрине, қандай әке өз баласының құлағанын, қиналғанын көріп қуанады. Мен қуанбадым. Жүрегім қарсы айырылды. Менің 30 жылдық еңбегім көз алдымда құрдымға кетіп бара жатты. Бірақ мен шыдадым. Мен үнсіз шыдадым. Мен бұл сынақтың соңына дейін баруым керек екенін түсіндім. Егер мен қазір бәрін тастап, жүгіріп барып оны құтқарсам, ол ешқашан ержетпейді. Ол өмір бақи менің көлеңкемде қалады. Сіздің өміріңізде бәрі өздігінен реттеледі деп үміттеніп, соңында үлкен өкінішке ұрынған немесе мәселе ушығып кеткен кездеріңіз болды ма? Шекараны уақытында қоя білу қаншалықты маңызды? Пікірге жазыңыз. Бір ай өтті. Шілденің аптап ыстығы Шымкентті қуырып тұрған кез. Күн төбеден от болып шашырайды. Мен таңғы шайымды ішіп, ауладағы ағаштың көлеңкесінде отырғанмын. Қолымдағы балғадан пайда болған сүйелдер қатайып, алақаным кедір-бұдыр болып кеткен. Кенет қалтамдағы ұялы телефоным безілдей жөнелді. Экранға қарадым. Балам деген жазу жарық-жұрқ етеді. Жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Мен тұтқаны көтермедім. Бірден емес. Телефон қоңырауы ұзақ шырылдады. Ол үзілді. Сосын қайта басталды. Мен күттім. Мен сабырмен күттім. Мен оның шыдамының шегіне жетіп, тәубасына келген сәтін күттім. Ақыры тұтқаны көтердім. Ата, бізге сөйлесу керек. Оның дауысы дірілдеп шықты. Бұрынғыдай өктем емес. Бұрынғыдай менсінбеушілік жоқ. Даусында шаршаңқылық пен шарасыздық бар еді. Сөйле дедім мен салқын ғана, бірақ ішімдегі толқуды жасыруға тырысып. Мұнда мәселелер болып жатыр. Жеткізушілермен олар сенің қолыңсыз жұмыс істегісі келмейді. Мен үнсіз қалдым. Ұзақ үнсіздік. Ауыр тыныштық. Тұтқаның арғы жағынан оның ауыр демалғаны, жұтынғаны естіліп тұрды. Осы тыныштық оған ең ауыр жаза болғанын мен сезіп тұрдым. Арман, сен жұрттың көзінше, ағайын туыстың алдында мені ештеңе түсінбейді дедің ғой. Ата, мен ол тұтығып қалды. Ол ақталғысы келді, бірақ сөз таба алмады. Мен сенің сол кезде дұрыс немесе бұрыс айтқаныңды сұрап тұрған жоқпын деп мен оның сөзін бөлдім. Даусым тастай қатты шықты. Мен саған мынаны айтамын, егер адам істі түсінбесе, егер ол ескірсе, оның қолының саған не керегі бар? Ол үндемеді. Тұтқаның арғы жағында өлі тыныштық орнады. Мен оның қалай қызарып, қалай төмен қарап тұрғанын көзіммен көрмесем де, жүрегіммен сездім. Бір аптадан кейін хабарлас дедім мен сөзінді түйіндеп. Дос сөйлесуге дайын болғанда хабарлас. Және тұтқаны қоя салдым. Бұл салқындық емес еді. Бұл жек көрушілік емес еді. Бұл шекара болатын. Мен бұл шекараны осыдан 3 жыл бұрын қоюым керек еді. Динараны алғаш үйге әкелгенде, оның маған менсінбей қараған көзін көргенде қоюым керек еді.
Сәрем салғанда бұрылып кететін қылығын көргенде тыйым салуым керек еді. Бірақ мен аядым. Мен жақсы көрдім. Мен жалғыз баламның көңіліне қаяу түсірмейін дедім. Мен бәрі өздігінен реттеледі, уақыт өте келе түсінеді деп үміттендім. Өздігінен ештеңе реттенмей. Ешқашан, ешқандай жағдайда өздігінен реттенмей. Тәрбие берілмеген жерде, шекара қойылмаған жерде құрметте болмайды. Мен телефонымды үстелдің үстіне қойдым да, Бауыржанның маған жасап берген қою қара шайынан үлкен етіп бір ұрттадым. Шай суып қалыпты. Бірақ оның кермек дәмі маған дәл қазір қажет еді. Менің ішімде үлкен арпалыс жүріп жатты. Мен дұрыс істедім бе? Әлде тым қатал кеттім бе? Бұл сұрақтар менің миымды бұрғылап жатты. Бірақ мен шегінбеуге бекіндім. Менің артымда әкемнің маған аманат еткен есімі тұрды. Мен ол есімді аяққа таптатуға жол бере алмаймын. Тіпті өз балам болса да. Кенет ауланың сыртынан бір көліктің гүрілдеген дауысы естілді. Ол келіп біздің қақпаның алдына тоқтады. Мен орнымнан баяу көтерілдім. Қақпа жаққа қарай адымдадым. Қақпаның ескі темірі сыпырлай ашылды. Менің алдымда шаң басқан, қып-қызыл күннің нұры шағылысқан қара көлік тұр еді. Ішінен арман шығады деп ойлағам. Жүрегім бір сәтке атқақтай соқты. Кеудемде үміт оты жанды. Бірақ көліктің есігі ашылғанда, одан түскен адам мен күткен адам емес еді. Бұл Динара болатын. Ол көліктен асықпай түсті. Үстінде қаланың сән салтанатына сай қымбат киім. Аяғында биік өкшелі туфли. Ол Шымкенттің шаңды, құрғақ топырағына аяқ басқанда бет әлпеті тыржиып кетті. Ауада ауылдың таза иісі мен оның сепкен өткір, тәтті әтірінің иісі араласып, менің тынысымды тарылтқандай болды. Мен таң қалдым. Бұл мен күтпеген бұрылыс еді. Оның мұнда жалғыз өзі, армансыз келуі ішкі есебінің қаншалықты терең екенін көрсетті. Сәлеметсіз бе, ата, деді ол, көзімдегі қара көзілдірігін шешпей. Даусында бұрынғыдай жалған сыпайылық бар. Сәлемет бол, деді мен, қақпаның жақтауына сүйеніп. Мен оны үйге кіргізбедім. Далада күннің астында сөйлесуді жөн көрдім. Ол жан жағына жиіркене қарады. Ескі шарбаққа, ауладағы шөпке, менің жұмыс киіміме көз жүгіртті. Оның жанарында аяушылық емес, менсінбеушілік тұрды. Ата, осылай қыңырлық танытып жүре бересіз бе? Арман қинала бастады. Жұмыс тоқтапты. Жеткізушілер сіздің қолыңызды сұрайды. Біздің шоттарымыз бұғатталды, деді ол бірден іске көшіп. Оның даусында бұйрық рай бар еді. Мен үндемедім. Мен оның сөзін бөлмедім. Мен оның жанарына қарадым. Келісейік, деді ол, сөмкесінен бір қағаз шығарып. Сіз барлық құқықты толығымен бізге өткізесіз. Ешқандай шартсыз. Ал біз сізге ай сайын үлкен көлемде қар жаударып тұрамыз. Өмір бойы. Осы жерде тыныштықта демалып өмір сүресіз. Сізге басқа не керек? Ол маған ақша ұсынды. Өзімнің өмір бойы жинаған еңбегімді өзіме сатпақшы болды. Ол мені соқыр, ақымақ шал деп ойлады. Ол бәрін ақшамен өлшеуге үйренген еді. Мен қарадым. Мен оның ішкі әлемінің бостығына қарадым. Мен оның жүрегінің тастай қатты екенін көрдім. Сен қателестің, қызым, дедім мен баяу, бірақ нық дауыспен. Неден қателестім? Ақша аз ба? Тағы қосамыз. Тек қол қойсаңыз болды, деді ол саудаласып. Жоқ, сен мені танымайтыныңды көрсеттің. Сен менің баламды да танымайсың.
менің абыройым сатылмайды. Менің есімім саудаға түспейді. Оның беті қызарып кетті. Жасанды күлкісі лезде жоғалып, нағыз бейнесі көрінді. Сіз бәрінен айырыласыз. Арман сізді кешірмейді. Сіз бұл ескі лашықта жалғыз өлесіз, деп ол айқайлап жіберді. Оның дауысы шыңылдап құлақты жарды. Мен жай ғана бұрылдым да қақпаны ішінен жауып алдым. Темір қақпаның тарс еткен үні оның айқайын кесіп тастады. Көліктің гүрілдеп орнынан қозғалғанын, тас жолмен шаң көтеріп кетіп бара жатқанын тыңдап тұрдым. Мен жеңілдеп қалдым. Оның бұл қадамы менің күдігімді сейілтті. Мен енді шегінбейтінімді нақты түсіндім. Ауруды емдеу үшін оның тамырын жұлып тастау керек. Адамның шынайы ниеті ақша мен биікке келгенде білінеді дейді. Сіздің өміріңізде жақын адамыңыз материалдық дүние үшін бетпердесін шешкен сәттер болды ма? Пікірге жазыңыз. Егер бұл оқиға сізге ой салса, арнаға міндетті түрде жазылыңыз. Алда талай өмірлік сабақтар күтіп тұр. Ол кеткеннен кейін 10 күн өтті. 10 күн. 144 сағат. Бұл күндердің әрбір сағаты мен үшін сынақ болды. Мен таңертең ерте тұрамын. Бауыржан екеуміз шай ішеміз. Сосын мен қайтадан жұмысқа кірісемін. Бұл жолы қораның төбесін жабуға кірістік. Ауыр тақтайларды көтеремін. Шатырға шығамын. Күннің ыстығы арқамды күйдіреді. Маңдайымнан аққан тер көзімді аштады. Бірақ мен тоқтамаймын. Физикалық еңбек менің миымды тазартады. Бауыржан Динараның келгенін көрген еді. Бірақ ол менен ештеңе сұрамады. Тек ол кеткен соң жерге бір түкірді де, шөптің жаманы малдың қарнын қампайтады. Адамның жаманы жанды қартайтады деді де, шаруасына кетіп қалды. Оның осы бір ауыз сөзі бүкіл жағдайды түсіндіріп тұрғандай еді. 10 күннен кейін менің телефоным қайта шырылдады. Бұл жолы қоңырау кешкісін келді. Күн батып аулаға салқындық түскен кезі. Мен сәкіде отырып, шайнектен ыстық шай құйып жатқанмын. Телефонның экранында қайтадан балам деген жазу пайда болды. Мен тұтқаны көтердім. Ата, бұл дауыс басқаша еді. Бұрынғыдай өр көкірек емес. Бұрынғыдай асығыс емес. Ол ақырын тіпті сыбырлап сөйледі. Оның қасында Динараның жоқ екені бірден сезілді. Оның тыныс алуының өзінде жалғыздық бар еді. Мен үнсіз қалдым. Мен оның жалғастырғанын күттім. Ата, мен қателестім. Бұл сөздерді айту оған қаншалықты ауыр тигенін мен сезіп тұрдым. Еркектің өз қателігін мойындауы оның ішіндегі тәкаппарлықты сындырумен тең. Ол сынды. Ол түсінді. Шайдың буы көзіме тиіп, жанарым сәл жасаурағандай болды. Мен оны сүртіп тастадым. Білемін дедім мен жай ғана. Мені кешір. Ол жылаған жоқ, бірақ дауысы дірілдеп кетті. Менің де жүрегім қысылды. Мен оны құшақтап, балам, бәрі жақсы болады дегім келді. Әкенің мейірімі оянып, ішімдегі қаталдықты ерте бастады. Бірақ мен өзімді тоқтаттым. Егер қазір босаңсам, оның осы уақытқа дейін тартқан азабының бәрі зая кетеді. Арман, дедім мен даусымды қатайтып. Кешірім, ол бір баса салатын түйме емес. Сен бастың, бәрі ашылды, бәрі ұмытылды деген сөз емес. Кешірім, ол уақыт. Кешірім, ол іс-әрекет. Мен сені естіп тұрмын. Әзірге осы да жеткілікті. Арғы жақтан ауыр күрсінген үн естілді. Ол менің сөздерімнің салмағын түсінді.
Ол бірден бәрі орнына келе қалады деп үміттенген еді. Бірақ өмір олай жұмыс істемей. Сен үйге ораласың ба? Деп сұрады ол сәлден соң. Оның даусында балалық үміт бар еді. Ораламын дедім мен. Бірақ мен дайын болғанда ғана. Қашан оралатынымды сен шешпейсің. Мен шешемін. Және мен тұтқаны тағы да қойдым. Бірақ бұл жолға тыныштық басқаша еді. Ол ашу мен ызаға толы тыныштық емес болатын. Бұл тазарудың, мойындаудың тыныштығы еді. Ол түсінді. Ол өзінің кім екенін, менің кім екенімді есіне түсірді. Менің ішімдегі тас болып түйіліп қалған түйін сәлде болса босағандай болды. Келесі 2 ай мен үшін өзін өзі танумен өтті. Мен Шымкентте қалдым. Мен күнделікті жұмысымды жалғастырдым. Мен жай ғана өмір сүрдім. Алматыдағы заңгерім бәрін бақылауда ұстады. Арман кәсіпті басқаруға тырысып жатты. Ол өзі шешім қабылдауды үйренді. Ол менің көлеңкемнен шығып, нағыз жауапкершілікті өз мойнына алуды үйренді. Қиналды, шығынға ұшырады. Бірақ ол берілмеді. Мен күттім. Мен баламның ержеткенін күттім. 30 жаста болса да, оның ішкі жан дүниесінің толысуын күттім. Содан кейін ғана мен Алматыға қайтуға шешім қабылдадым. Ешқандай хабарламасыз. Ешқандай ескертусіз. Мен өзімнің ескі жол сөмкемді алдым да пойызға отырдым. Менің үйге қайтатын уақытым келген еді. Өйткені бау-бақшаны өсіру үшін оны суару аздық етеді. Кейде артық бұтақтарын кесіп тастау қажет. Мен сол бұтақтарды кесуге бара жаттым. Алматының ауасы бөлек. Мұнда таудың салқын лебі мен қаланың қайнаған тіршілігі араласып жатады. Мен теміржол бекетіне шықтым. Мен ешкімге хабарласпадым. Такси ұстап тікелей Арманның үйіне тарттым. 2 ай бұрын бұл қаладан қашып шыққандай кетіп едім. Қазір басқа адам болып оралдым. Менің ішімдегі дауыл басылған. Менің санам таза. Менің шешімім нақты. Мен өзімнің 30 жылдық еңбегімді ешкімнің қолына ойыншық етіп бермейтінімді анық түсіндім. Көшелер бос еді. Таңғы уақыт. Мен таксидің терезесін ашып қойдым. Таңғы салқын жел бетімді сипап өтті. Бұл жел маған күш бергендей болды. Мен дайынмын. Мен бәріне дайынмын. Мен баламның көзіне тіке қарауға дайынмын. Үйдің ауласына кірдім. Балалар алаңында ешкім жоқ. Күн енді ғана көтеріліп келеді. Лифтке міндім. 7-ші қабат. Темір есіктің алдына келіп тоқтадым. Қоңырауды бастым. Шырылдаған дауыс пәтердің ішінде жаңғырып кетті. Іштен аяқ киімнің сүйретілген сыбдыры естілді. Кілт бұралды. Есік ашылды. Алдымда Арман тұр еді. Ол жалғыз. Динараның көлеңкесі де, оның ауаны тарылтатын тәтті әтірінің иісі де жоқ. Пәтердің ішінен тек салқындық пен үнсіздік есіп тұрды. Мен балама қарадым. Ол қатты жүдеп кетіпті. Көздерінің асты қарайған. Көз қарасында бұрынғыдай жалын жоқ, тек шаршаңқылық қана бар. Бетіндегі қаңқылмаған сақалы оның қаншалықты күйзелісте жүргенін көрсетіп тұрды. Ата, деді ол, дауысы қарлығып шығып. Оның қолдары есіктің тұтқасын сәл дірілдей ұстап тұрды. Ол мені күткен жоқ еді. Ол мені дәл бүгін, дәл осылай ескертусіз келеді деп ойламаған. Жақсы деп ойладым мен ішімнен. Жақсы болды. Зұлымдықпен емес. Кекесімен емес. Жай ғана оның санасына жеткені,
жауапкершіліктің жүгін арқалап қиналғаны қандай жақсы болды. Темірді отқа салмасаң, ол қатаймай. Кіруге бола ма? Дедім мен ешқандай эмоциясыз. Кіріңіз, ата. Кіріңіз, ол есікті кеңірек ашты да жол берді. Мен ішке ендім. Үйде ауыр тыныштық орнаған. Бұрынғыдай жасанды күлкі, ыдыс-аяқтың сылдыры, артық сөз жоқ. Үйдің іші жиналмаған шашылаңқы. Бұл жерде тек жалғыздық қана өмір сүріп жатқандай сезілді. Шай қой дедім мен пәлтемі шешіп ілгішке іліп жатып. Ол үнсіз ас үйге өтті. Мен оның соңынан бардым. Біз ас үйде ұзақ отырдық. Дастархан басындағы үнсіздік тым ауыр еді. Газ плитасының үстінде шайнек қайнап, буы бұрқырай бастады. Судың бұрқылдаған дыбысы ғана бөлменің ішіндегі өлі тыныштықты бұзып тұрды. Мен оған тіке қарап отырдым. Ол менен көзін алып қаша берді. Оның ішінде ұят пен өкініш арпалысып жатқанын анық сезіп отырмын. Ол маған қарауға жүрегі дауаламады. Мен жұмысқа қайта оралуға дайынмын дедім мен алдыма қойылған ыстық шайдан бір ұрттап қойып. Бірақ менің өз шарттарым бар. Ол басын бірден көтеріп маған қарады. Оның жанарында үміт оты жалт етті. Қандай шарттар, ата? Оның даусында бағыну бар еді. Бәрі қағаз жүзінде болады. Нақты, түсінікті, ешқандай ауызша келісім жоқ. Менің рұқсатымсыз ешқандай құжатқа қол қойылмайды. Менің мөрімсіз бірде-бір тиын шоттан алынбайды. Және ең бастысы, ешқандай оңтайландыру болмайды. Ол үнсіз басын изеді. Ол бәріне келісіп отырды. Ол қарсыласпады. Ол саудаласпады. Ол шын мәнінде тәубасына келген еді. Мен оның көздерінен қорқынышты көрдім. Мен оның көздерінен өкінішті көрдім. Мен оның көздерінен нағыз ұлды көрдім. Кейде жақсы көретін адамымызды қаталдықпен тәрбиелеуге тура келеді. Сіз өз балаңызға немесе жақыныңызға осындай қатаң шарттар қойып көрдіңіз бе? Бұл дұрыс қадам деп ойлайсыз ба? Пікірге жазыңыз. Шайдың дәмі қышқылтатыды. Шайдың буы бетімді қарыды. Шайдың ішінде менің бүкіл өмірімнің, сабырымның дәмі бар еді. Мен кесені үстелге қойдым. Кенет ол маған қарады. Оның көздерінде бір сұрақ тұрды. Бұл сұрақ оның үшін көптен бері кеміріп жүргені көрініп тұрды. Ата, деді ол үнін бәсеңдетіп, шай құйылған кесені екі қолымен қысып ұстап. Сіз мүлдем кетіп қалмақшы болдыңыз ба? Түбегейлі ме? Мені бір жола тастап кеттіңіз деп ойладым. Мен оған тесіле қарадым. Оның жанары жәудіреп тұрды. Бала кезінде өзімнің сүйікті ойыншығын сындырып алып, менен кешірім сұраған кездегідей жәудіреп тұрды. Менің жүрегім шымырлап кетті. Әкенің жүрегі қашанда баласына жұмсақ қой. Бірақ мен сыр бермедім. Жоқ, дедім мен нық дауыспен, әрбір сөзімді шегелеп айтып. Бірақ сен мұны білмеуің керек еді. Ол бірден түсінбеді. Оның қабағы түйіліп ойланып қалды. Миындағы бұрандалар айналып, менің сөзімнің мағынасын іздеп жатты. Содан кейін барып оның жүзінде бір жылылық, бір түсінушілік пайда болды. Ол түсінді. Әке баласын тастап кеткен жоқ еді. Мен оны қиындықта жалғыз қалдырған жоқпын. Мен тек әлі ержетпеген баладан кетіп қалдым. Және оның өсіп, нағыз еркек болғанын сырттан бақылап күттім. Егер мен қасында қалсам, ол ешқашан өз қателігін түсінбес еді. Егер мен бәрін өзім шешіп берсем, ол ешқашан жауапкершіліктің не екенін білмес еді.
Динараның сөзіне еріп дайын асқа тік қасық болып жүре беретін еді. Мен оған ең ауыр, бірақ өмірлік ең қажетті сабақты бердім. Ол құлады, ал мен оның өздігінен тұрғанын күттім. Және ол тұрды. Біз сол күні көп сөйлестік. Кәсіптің қалай тығырыққа тірелгенін, жеткізушілердің қандай талаптар қойғанын, банктердің қалай қысқанын айтып берді. Ол енді менен ештеңені жасырмады. Мен оған ақыл қостым. Біз ескі құжаттарды ақтарып, тығырықтан шығар жолды бірге іздедік. Сол түні мен өз баламды жаңадан тапқандай болдым. Динара туралы сөз қозғалмады. Мен сұрамадым. Ол да айтпады. Маған оның қайда кеткені, не істеп жүргені маңызды емес еді. Туыстар кейін көп өсек айтты. Олардың арақатынасының үзілгенін, немесе оның басқа қалаға кетіп қалғанын сыбырласты. Мен оларды тыңдамадым. Мен біреудің өмірін, тіпті өз келінімнің де өмірін талқылауды жек көремін. Менің мақсатым біреудің отбасын бұзу емес еді. Маған ең бастысы менің іргетасымның, менің абыройымның бүтіндігі еді. Әкемнің маған аманат етіп қалдырған таза есімін сақтап қалу болатын. Алматының өмірі қайтадан өз арнасына түсті. Қойма жұмысын жалғастырды. Мен бұрынғыдай таңертең ерте тұрып, кеңсеге келетінмін. Бірақ бір нәрсе өзгерді. Мен енді бәрін өз мойным алмайтын болдым. Арман қасымда жүрді. Ол менен үйренді. Ол адамдармен қалай сөйлесу керектігін, қиын жағдайда қалай шешім қабылдау керектігін үйрене бастады. Ол құжаттарға ғана емес, адамдардың көзіне қарап сөйлесуді ұқты. Әкемнің баяғы жасыл шәйнегі әлі де менің пәтерімде тұр. Оның сыры одан әрі ұша түскен шығар. Бірақ ішіндегі қайнаған шайдың дәмі ешқашан өзгермейді. Өмір де солай. Сыртың қартайып, әжім басса да, ішіңдегі тазалығың мен адамгершілігің өзгермеу керек. Балам, есім мен абырой ақшаға сатып алынбайтын, ұрлауға келмейтін жалғыз дүние. Соны сақта. Арман бұл есімді жоғалтып ала жаздады. Ол сүрінді. Бірақ ол толық құлаған жоқ. Оның бойында менің әкемнің қаны бар еді. Ол қайта орнынан тұрды. Және ең бастысы, ол өзі тұрды. Менің көмегімсіз. Менің ақшамсыз. Өзінің ішкі күшін тауып, қателігін мойындау арқылы тұрды. Қазақта ата деген қасиетті сөз бар. Ол тек қарт адамды білдірмейді. Ата ол түптамы. Ата ол бастау. Ата ол үлгі. Нағыз әке ол баласына үнемі бәрін дайындап, аузына шайнап беретін адам емес. Нағыз әке ол қашан беруді тоқтату керектігін, қашан баланы өз бетімен жіберу керектігін білетін адам. Жас қыранда ұшуды үйрену үшін ұядан құлауы керек қой. Мен өз қыранымды ұядан итеріп жібердім. Ол ұша алды. Мен 62-ге келдім. Бұл жас маған көп нәрсені үйретті. Мен өмірдегі ең басты байлықтың не екенін түсіндім. Ол сенің артыңда қалатын таза есімің, және сол есімді кір келтірмей жалғастыратын саналы ұрпақ. Егер балаларыңыз сізді қарттар үйіне жібергісі келсе, сіз не істер едіңіз? Пікірге жазыңыз. Менің жұмысқа қайта оралған алғашқы күнім әлі есімде. Бұл жай ғана оралу емес еді. Бұл қайта туу болатын. Алматының таңы бұлтты болды. Күн сәулесі сұр бұлттардың арасынан зорға сығалап тұрды. Мен өзімнің ескі сұр пинжагымды кидім. Асықпай көлігіме отырдым. Қойманың ауласына кіргенімде бәрі таныс, әрі бәрі жат көрінді.
Ауада цементтің, ылғалды ағаштың және темірдің ауыр иісі қатар тұрды. Бұл менің бүкіл саналы ғұмырымның иісі еді. Мен көліктен түстім. Аулада жүрген жұмысшылар мені көріп, бір сәтке сілтідей тынды. Олар не дерін білмеді. Қолындағы жүктерін жерге ойып, маған тесіле қарап қалды. Мен баяу басып кеңсеге қарай беттедім. Арман мені алдымнан күтіп алды. Оның үстінде бұрынғыдай қымбат, жылтыраған костюм емес, қарапайым жұмыс киімі бар еді. Бұл маған қатты ұнады. Оның көзқарасы жерге қадалған, бірақ бойында бір жинақылық бар. Ата, бәрі дайын. Құжаттар үстеліңізде жатыр, деді ол, жол беріп. Мен үнсіз басымды изедім. Кеңсеме кірдім. Менің ескі үстелім. Оның шетіндегі кішкене сызат. Бәрі орнында екен. Мен креслоға отырдым. Менің қолым үстелдің салқын бетін сипап өтті. Мен тірі екенімді, менің орным осында екенін барлық жасушаммен сезіндім. Бір жұмысты жаңадан бастағандай болдық. Бұрынғыдай емес. Енді біз екі бөлек адам емес, бір-бірін түсінетін серіктестерге айналдық. Мен Арманға бұйрық бермейтін болдым. Мен оған тек бағыт көрсетемін. Шешімді ол өзі қабылдады. Ол қателік жасаудан қорқуды қойды. Мен оған қателік жасауға рұқсат бердім. Өйткені қателіксіз тәжірибе жиналмайды. Бірде ол тауарды дұрыс есептемей, біз үлкен шығынға ұшырадық. Мен ұрыспадым. Мен дауыс көтермедім. Бұл сенің сабағыңның құны, дедім мен оның алдына қағаздарды тастап. Енді мұны қалай түзейтініңді өзің ойлан. Ол 3 күн, 3 түн ұйықтамады. Қоймада түнел. Көздері қызарып, шаршағаннан сүрініп жүрді. Бірақ ол мәселені шешті. Ол жеткізушілермен өзі келіссөз жүргізіп, мерзімді создырды. Мен оның қалай өсіп келе жатқанын сырттай бақылап, ішімнен қуанып жүрдім. Менің ұлым нағыз еркекке айналып келе жатқан еді. Кейде түнде ұйқым қашқанда мен Айгүлімді еске аламын. Ол тірі болғанда бұл жағдайға қалай қарар еді? Ол ана ғой. Ананың жүрегі әрдайым баласын қорғауға бейім тұрады. Ол Арманды жақтап, маған қарсы шығармайды. Оны аяп жылармайды. Жоқ, Айгүл өте ақылды әйел болатын. Ол отбасының тірегі әке екенін, ал әкенің сөзі заң екенін жақсы білетін. Бір күні мен оның бейітіне бардым. Көктем мезгілі еді. Топырақ жаңадан көгеріп, ауада дымқыл тазалық тұрды. Мен су құлыптасты сипадым. Тастың беті мұздай еді. Мен оны қатайттым, Айгүл, дедім мен күбірлеп. Мен біздің баланы сындырып алмай, отқа салып шыңдап шығардым. Сен маған ренжімейтін шығарсың. Жел соқты. Ағаштың жас жапырақтары сыбдырлады. Бұл оның маған берген жауабындай көрінді. Менің кеудемдегі соңғы күдіктер сол желмен бірге ұшып кетті. Мен бәрін дұрыс жасағаныма көз жеткіздім. Әкемнен қалған жасыл шәйнек. Бұл жай ғана ыдыс емес. Бұл менің бойтұмарым. Оның сыртындағы жасыл бояуы әбден ұшып біткен. Тұтқасы сәл қисайған. Шүмегінің шеті сынық. Бірақ осы шәйнекте қайнаған шайдың дәмі ешбір қымбат мейрамхананың шайына жетпейді. Мен оны күнде таңертең ысқылап жуамын. Су құямын. Отқа оямын. Судың қайнағанын күтемін. Бұл менің күнделікті рәсімім. Мен күттім. Мен судың бұрқылдап қайнағанын күттім. Мен өмірімнің ретке келгенін күттім. Әрбір судың көпіршігі маған өмірдің өткінші екенін еске салады.
Bir күні Арман үйге келді. Ол үстел басында отыр еді. Мен оған сол шайнектен шай құйып бердім. Ол кесені қолына алып, шайнекке ұзақ қарап отырды. Ата, бұл шайнекті неге тастамайсыз? Бұл әбден ескірді ғой. Мен сізге жаңасын, ең қымбатын алып берейінші, деді ол. Мен күлімсіредім. Мен оның көзіне қарадым. Ол әлі де кейбір нәрселердің түпкі мәнін түсіне бермейтін еді. Бұл шайнек сенің үлкен атаңның көзі, балам. Ол жаңа болғанда әдемі еді. Қазір ескірді, сыры ұшты, бірақ оның ішіндегі жылулық сол қалпы сақталған. Адам да солай. Сырты қартайғанымен ішіндегі қасиеті, ішіндегі тазалығы жоғалмауы керек. Ол үнсіз қалды. Ол менің сөзімнің астарын түсінді. Сіздің өміріңізде ескі, бірақ жаныңызға өте жақын, ешқандай ақшаға айырбастамайтын қандай зат бар? Ол сізге кімді еске түсіреді? Пікірге жазыңыз. Және арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Бұл біздің одан әрі дамуымызға үлкен септігін тигізеді. Оның Динарамен ажырасқанын мен кейін білдім. Ол маған өзі келіп айтты. Олар екі түрлі әлемнің адамдары екенін түсініпті. Динараға тек дайын байлық, басқару құқығы және жайлы өмір керек болған екен. Ол қиындыққа төзуге, бірге күресуге дайын болмай шықты. Ал Арман енді нағыз өмірдің дәмін, еңбектің қадірін түсінген еді. Оған енді жалтыраған қаптама емес, ішкі мазмұн маңызды болатын. Мен оған ештеңе демедім. Мен саған басында айтып едім ғой деген сөзді ешқашан айтқан емеспін. Бұл сөз адамның намысын таптайтын, жарасына тұз себетін ең арзан сөз. Ол өзі сүрінді, өзі түсінді. Бұл оған жеткілікті. Адамдар жиі кешірім туралы айтады. Бірақ кешірімнің нағыз бағасын бәрі бірдей біле бермейді. Кешірім ол өткенді ұмыту емес. Ол өткеннен сабақ алып, болашаққа жек көрушіліксіз қадам басу. Мен Арманды кешірдім бе? Иә, мен оны сол ас үйде, оның көзіне нағыз өкінішті көрген сәтте-ақ кешіргем. Бірақ мен оны бетінен сүйіп, бәрін ұмытайық демедім. Өйткені жараның орны жазылғанымен тыртығы қалады. Сол тыртық оған әрдайым шектен шықпау керектігін еске салып тұруы керек. Қазір қоймада бәрі басқаша. Мен аптасына 2-ақ рет барамын. Қалған күндері өзімнің кішкентай бақшаммен айналысамын. Мен аулаға жаңадан алма ағаштарын отырғыздым. Жер аударамын. Суғарамын, топырақпен жұмыс істеу адамның бойындағы барлық жаман энергияны өзіне тартып алады. Топырақ ешқашан алдамайды. Сен оған қанша махаббат берсең, қанша еңбек етсең, ол саған сонша жеміс береді. Адамдар да осы топырақ сияқты болуы керек еді. Бірақ өкінішке орай, адамдар кейде сенің берген жақсылығыңды ұмытып кетеді. Мен алма ағашының жас шыбығын сипаймын. Ол әлі нәзік. Оған тірек керек. Егер қатты жел соқса, ол сынып кетуі мүмкін. Бірақ оны қалың қабықпен орап, күннен жасырып тастауға да болмайды. Ол күннің көзін көруі керек. Суыққа тоңып, ыстыққа күйу керек. Тек сонда ғана оның тамыры жерге тереңге кетеді. Жас ұрпақ та осы жас шыбық сияқты. Оларды қиындықтан тым қатты қорғау олардың тамырын кескенмен тең. Бір күні Бауыржан қоңырау шалды. Ол жақта да күз басталып, жиын терін уақыты болып жатыр екен. Сұлтан, қалайсың? Мен немерелерімді ойнатып, нағыз шал болып отырмын деп күлді ол тұтқаның арғы жағында. Оның дауысы сондай жарқын, сондай таза еді. Мен де жаман емеспін. Бауке, еңбектің жемісін көріп жатырмын.
Ағаштарым тамыр жайып келет дедім мен арманды меңзеп. Шал болу ол жай ғана жастың ұлғаю емес. Шал болу ол даналықтың биігіне шығу. Ол айналаңдағы ұсақ түйекке мән бермей, тек ең басты құндылықтарды ғана көре білу. Бұл сенің өміріңнің күзі. Ал күзде адам тек өзінің екен егінінің өнімін жинайды. Менің өнімім, менің абыройым мен менің балам еді. Алматыға қоңыр күз келді. Тау жақтан соққан салқын жел ағаштардың сарғайған жапырақтарын жұлып әкетіп жатты. Мен бұл мезгілді жақсы көремін. Күз ойланатын, өткенді саралайтын, жиған тергеніңді бағамдайтын уақыт. Бір күні таңертең қойнымаға келдім. Күнделікті әдетім. Кеңсеме кірмей, аулада сәл аялдадым. Жүк көліктері бірінен соң бірі кіріп шығып жатыр. Жұмыс қайнап тұр. Ауада ылғалды тақтайдың, цемент шаңының және күзгі салқын ауаның иісі араласып кеткен. Бұл маған өмірдің тоқтап қалмағанын сездіреді. Алыстан Арманды байқадым. Ол үлкен бір жүк көлігінің жанында тұр екен. Қасында бұрыннан келе жатқан, мінезі тік, өте қатал бір жеткізушіміз тұр. Ол кісімен келісу қиынның қиыны болатын. Мен олардың әңгімесін сырттай тыңдадым. Бұл жолы тауардың ақшасын алдын ала толық төлейсіңдер. Заман қиын, ешкімге сенім жоқ деді әлгі кісі қабағын түйіп. Мен ішімнен сәл тіксініп қалдым. Бұрын ол маған бұлай шарт қоймайтын еді. Арман не дер екен деп күттім. Оның сасқалақтап қалатынын немесе ашуға мінетінін күттім. Бірақ Арман саспады. Ол жүк көлігінің дөңгелегіне сүйеніп тұрған жерінен тіктелді. Оның жүзінде ешқандай қорқынышта, жалынбақ болған бейшаралықта жоқ еді. Ол әлгі кісінің көзіне тіке қарады. Аға, сіз бізді білесіз. Біздің сөзіміз, біздің кепіліміз. Егер мен ертең түске дейін төлеймін десем, ол ақша сіздің шотыңызда болады. Егер маған сенбесеңіз, тауарды түсірмей-ақ қойыңыз. Біз өз сөзінен тайфымайтын басқа серіктес табамыз деді. Ол өте байсалды, бірақ кесіп айтып. Мен қарадым. Мен үнсіз қарадым. Мен баламның нағыз еркек болғанын қарадым. Оның даусындағы сенімділік, оның көзқарасындағы өткірлік маған өзімнің жастық шағымды еске түсірді. Ол жай ғана саудаласып тұрған жоқ еді. Ол өзінің, біздің отбасымыздың абыройын қорғап тұрды. Әлгі қатал жеткізуші сәл үнсіз қалды. Ол Арманға бастан аяқ сынай қарады. Сосын кенеттен мырс етіп күлді де оның иығынан қақты. Әкеңнің ұлы екенсің ғой. Жарайды, түсіріңдер тауарды. Ертең түске дейін күтемін деді ол. Мен бұрылдым да кеңсемнің ішіне кіріп кеттім. Менің кеудемді мақтаныш кернеп кетті. Бұл мақтаныш ақша үшін немесе тауар үшін емес еді. Бұл мақтаныш дәстүрдің, тәрбиенің жалғасын тапқан үшін болатын. Менің әкем өмірзақ маған жасыл шәйнекпен бір ауыз сөз қалдырып еді. Мен сол сөзді бойтұмар етіп тағып, бүкіл өмірімді соған арнадым. Енді сол сөз, сол абырой менің баламның бойына дарыды. Ол енді ешқашан жоғалмайды. Ол енді тамырын тереңге жайды. Бүгінгі заманда адамдар бәрін қағазбен өлшейді. Келісім шарт, мөр, қолтаңба. Бірақ олар қағаздың жанатынын ұмытып кетеді. Мөрдің өшетінін, қолтаңбаның жалған болатынын ескермейді. Ал таза есімді, кіршіксіз абыройды ешқандай өрт шала алмайды. Оны ешқандай заңгер бұза алмайды. Оны ешқандай ақшаға сатып ала алмайсың. Қазіргі қоғамда абырой мен адамгершілік деген ұғымдар өз құнын жоғалтып бара жатқан жоқ па? Сіздің ойыңызша бұл қасиеттерді ұрпаққа қалай сіңіруге болады?
пікірге жазыңыз. Кеңседе отырып ескі күндерді еске алдым. Баяғы 91 жылға қиындықтар, 95 жылға өрт, Айгүлімнің қазасы. Осының бәрі менің жанымды жаралағанмен рухымды сындыра алмапты. Менің әрбір тыртығым, менің тәжірибем екен. Арман ішке кірді. Ол маған қарап сәл жымиды. Ата, тауар келді. Бәрін орналастырып жатырмыз, деді ол. Көрдім, балам. Жақсы сөйлестің. Еркекше сөйлестің, дедім мен оған ризашылықпен қарап. Ол ұялып қалғандай болды. Желкесін қасыды. Үлкен еркек болса да, әкесінің мақтауы оған әлі де кішкентай балаша әсер ететінін байқадым. Сізден үйреніп жатырмын ғой, деді ол бәсең дауыспен. Біз екеуміз де үндемедік. Бұл үнсіздік осыдан бірнеше ай бұрынғы асүйдегі ауыр үнсіздікке ұқсамайтын. Бұл бір-бірін сөзсіз түсінетін, жүректері бір соғатын екі адамның жайлы үнсіздігі еді. Мен орнымнан тұрдым. Терезеге жақындадым. Сыртта жапырақтар әлі де түсіп жатыр екен. Күз табиғаттың демалысқа кететін уақыты. Ағаштар ескі жапырақтарынан арылып, келесі көктемде жаңа бүршік жару үшін күш жинайды. Адамның өмірі де сол табиғат сияқты. Бізде кейде ескі, шіріген, керек емес дүниелерден, жалған адамдардан, жалған сезімдерден арылуымыз керек. Сонда ғана орнына жаңасы, тазасы келеді. Динараның біздің өмірімізден кетуі де осындай бір күзге жапырақтың үзіліп түскендей ғана құбылыс еді. Ол біздің өміріміздің іргетасын шайқай алмады, тек бетіндегі шаңды ғана сыпырып кетті. Менің өмірім енді жаңа кезеңге аяқ басты. Мен енді ештеңеден қорықпаймын. Мен кәсібім үшін де, балам үшін де алаңдамаймын. Өйткені мен өзімнің басты міндетімді орындадым. Мен оған байлық қалдырған жоқпын. Мен оған одан да үлкен нәрсе адам болуды қалдырдым. Кешке үйге қайттым. Пәтерімнің іші тып-тыныш. Мен пәлтемі шешіп, асүйге өттім. Баяғы жасыл шәйнекке су құйдым. Отты тұтаттым. Көкшіл жалын шәйнектің түбін жалай бастады. Мен орындыққа отырып, судың қайнағанын күттім. Менің денемде жеңіл шаршау бар. Бірақ жанымда шексіз тыныштық орнаған. Осы тыныштық үшін мен талай дауылды бастан өткердім. Талай түндерді ұйқысыз өткіздім. Су қайнап, буы бұрқырай бастады. Мен өзіме қою етіп шай демдедім. Кесені қолыма алып, терезеден сыртқа көз тастадым. Қаланың шамдары жарқырап жанып тұр. Әрбір шамның артында бір адамның тағдыры, бір отбасының тарихы жатыр. Менің де тарихым осы қаланың бір бөлшегіне айналды. Бірақ бұл тарих әлі аяқталған жоқ. Ол менің баламның бойында, оның істерінде жалғаса беретін болады. Қыс мезгілі Алматыға биыл ерекше ерте келді. Қарашаның аяғында қаланы қалың қар басты. Тереземнің алдында тұрып, сырттағы апақ дүниеге қараймын. Қар ұлпалары ауада қалықтап, жерге ақырын қонады. Бәрі тып-тыныш. Табиғат өзінің ақ көрпесін жамылып, терең ұйқыға кеткендей. Бөлменің ішінде жылы. Пештің қасында баяғы жасыл шәйнегім ысылдап тұр. Оның шығаратын үні маған сондай таныс, сондай жақын. Бұл үн маған өткен күндерді, әкемнің көзі тірі кезін еске түсіреді. Мен шәйнекті оттан алдым. Кесеме шай құйдым. Ыстық бұл бетіме ұрып, шайдың кермек дәмі таңдайымды қуырды. Мен өзімнің өміріме, өткен жолыма жиі үңілетін болдым. 62 жылдық ғұмыр. Оның ішінде не болмады десеңізші.
Қуанышта, қайғыда, құлауда, қайта тұруда болды. Бірақ мен бір нәрсеге анық көз жеткіздім. Адамның өміріндегі ең үлкен емші ол уақыт емес. Ол төзім. Мен күттім. Мен үнсіз күттім. Мен баламның өз қателігін түсінгенін күттім. Және менің төзімім өз жемісін берді. Кеше қоймаға бардым. Далада сақылдаған сары аяз. Дем алсаң, ауа тамағыңды қарып түседі. Қойманың ауласында қар тазалап жатқан жұмысшыларды көрдім. Олардың демдерінен бұрқыраған бу шығады. Темір есіктердің сықыры, жүк көліктерінің гүрілі құлақты тұндырады. Мен көліктен түстім. Аяз бетімді шымшып алды. Аяғымның астындағы қар сықыр-сықыр етеді. Ауада мұздай темірдің, дымқыл ағаштың және солярканың иісі бар. Бұл нағыз еңбектің иісі. Бұл тіршіліктің иісі. Кеңсеге кірсем, Арман жоқ екен. Жұмысшылардан сұрадым. Арман Сұлтанұлы артқы қоймада жүр. Су құбыры жарылып кетіп, соны жөндеп жатыр деді біреуі. Мен солай қарай беттедім. Артқы қойманың іші мұздай екен. Жылу жүйесі істен шыққан. Су атқылап, жердің бәрі көк мұз болып қатып қалыпты. Сол мұздың үстінде тізесіне дейін суға малшынып, менің балам жүреді. Үстіндегі қымбат пәлтесін бір бұрышқа лақтыра салыпты. Қолына үлкен кілт алып, жұмысшылармен бірге бұранданы бұрап жатыр екен. Оның қолдары суықтан қызарып кеткен. Шашына қырау тұрған. Бірақ ол тоңғанына қарамай, бар күшімен темірді бұрап әлек. Тартыңдар. Тағы бір рет. Бос жібермеңдер. Деп айқайлайды ол. Даусында бұйрық емес, жауапкершілік бар. Мен үндемедім. Мен оған жақындамадым. Мен тек бақылап тұрдым. Бұл көрініс менің жүрегімді елжіретті. Бұл менің балам. Бұл менің қаным. Бұл менің жалғасым. Ол бұрынғыдай таза кеңседе, жылы орында отырып бұйрық беретін бастық емес. Ол енді істің қайнаған ортасында жүретін, өз қолын кірлетуден қорықпайтын нағыз басшыға айналыпты. Ол құбырды жөндеп бітті. Қолын шүберекпен сөптіп, ауыр дем алды. Жұмысшылар оған ризашылықпен қарап тұрды. Олардың көз қарасында бұрынғыдай жасанды сыйластық емес, нағыз құрмет бар еді. Ер адамның ер адамға деген құрметі. Ол маған бұрылып қарағанда жүзінде күлкі пайда болды. Шаршаған, тоңған, бірақ бақытты күлкі еді бұл. Ата, бәрін реттедік. Тауарға су жеткен жоқ, деді ол демігіп. Мен оның иығынан қақтым. Оның киімінен суық мұздың, кір судың иісі шығып тұрды. Бірақ маған бұл иістен артып жұпар иіс жоқтай көрінді. Жарайсың, балам. Бар үстіңді ауыстыр. Суық тиіп қалар, дедім мен жай ғана. Бұл сөздердің астарында үлкен махаббат жатыр еді. Әкенің махаббаты. Әкенің махаббаты ананікіндей көзге бірден көріне бермейді. Ол сөзбен айтылмайды. Ол үнемі құшақтап, аймалаумен өлшенбейді. Әкенің махаббаты ол үнсіз қорғаныш. Ол сенім. Ол қажет кезде қатал бола білу. Көп жағдайда әкелер өз сезімін жасырып, қатал көрінуге тырысады. Сіздің әкеңіз сізге деген махаббатын қалай білдіруші еді? Есіңізде қалған ең жылы естелікпен бөлісіңіз. Кешке біз екеуміз ас үйде отырдық. Мен оған ыстық сорпа құйып бердім. Ол тамақты үнсіз, сүйсініп ішті. Бөлменің ішінде еттің, бұрыштың хош иісі таралған. Терезенің сыртында боран соғып тұр, ал біздің үйімізде тыныштық пен береке орнағандай еді.
Ата, деді ол кенеттен, қасығын қойып, мен сізге бірдеңе айтуым керек. Мен оған сұраулы жүзбен қарадым. Динара кеше хабарласты. Қайта қосылғысы келеді. Бәрін басынан бастайық дейді. Ол маған қарап жауап күтті. Ол менің не айтарымды білгісі келді. Бірақ мен оның өміріне араласпауға серт бергенмін. Менің міндетім оған бағыт көрсету, ал жолды ол өзі таңдауы керек. Мен шайымды ұрттадым. Сәл үнсіздік сақтадым. Аспалы сағаттың шық-шық еткен дауысы ғана естіліп тұрды. Ал сен не дедің? Деп сұрадым мен қарсы сұрақ қойып. Ол көзін төмен түсірді. Үстелдің үстіндегі нанның үзіндісін саусағымен айналдырып отырды. Сосын басын көтеріп, маған тік қарады. Мен оған жоқ дедім. Менің ішімнен бір жылы ағыс өтті. Бірақ мен сыр бермедім. Себебін сұрасам бола ма? Дедім байсалды үңмен. Өйткені ол менің құлағанымды қабылдай алмады. Ол тек биікте тұрған, қолында билігі бар арманды ғана сүйді. Ал қиындыққа тап болып, бәрінен айырылып қала жаздаған кезде ол мені тастап кетті. Маған тек жақсы күнде емес, жаман күнде де қасымнан табылатын серік керек. Мен оны түсіндім, ата. Мен оның көздерінен үлкен даналықты көрдім. Ол шынымен де өсіпті. Ол адамдардың шынайы бет бейнесін ажырата алатын дәрежеге жетіпті. Бұрын ол сыртқы жылтыраққа алданатын еді, енді ішкі мазмұнға қарайтын болыпты. Дұрыс шешім, балам, дедім мен оның алдындағы кесесіне шай еселей құйып жатып. Сынған кесені қайта желімдеуге болады, бірақ оның сызаты бәрібір көрініп тұрады. Оған ыстық шай құйсаң, қайта жарылып кетуі мүмкін. Өмір де солай. Сенім сынған жерде оны қайта құрау қиын. Ол басын изеді. Біз одан кейін бұл тақырыпты қозғамадық. Оның шешімі қабылданды, және ол шешім оның ішкі ұстанымына айналды. Менің көңілім тоқ. Мен енді алаңдамаймын. Ертең көзімді жұмсам да, менің артымда қалатын ісімнің, менің абыройымның сенімді қолда екенін білемін. Әрбір ата-ана баласына жақсылық тілейді. Біз олар үшін жанымызды беруге дайынбыз. Біз олардың тамағы тоқ, киімі көк болғанын қалаймыз. Біз олар үшін таңнан кешке дейін еңбек етеміз. Өз денсаулығымызды, өз жастығымызды құрбан етеміз. Бірақ біз бір үлкен қателік жасаймыз. Біз оларға бәрін дайын күйінде береміз. Біз оларға өмірдің ащы дәмін татқызбаймыз. Біз оларды қиындықпен жекпе-жек шығудан қорғаймыз. Алдайын асқа тік қасық болып өскен бала, ертеңгі күні кішкене ғана жел соқса құлап түседі. Мен де сол қателікті жасадым. Мен балама бәрін бердім. Бірақ ең бастысын, өмір сүру қабілетін, күресу қабілетін беруді ұмытып кетіппін. Тек қатаңдық пен үнсіздік арқылы ғана мен оған сол қабілетті қайтарып бердім. Біздің қазақта ата деген өте ауыр, өте қасиетті сөз бар. Ол жай ғана қарт адамды, немесе әкенің әкесін білдірмейді. Ата ол шаңырақтың тірегі. Ата ол тамыр. Ата ол бастау. Нағыз әке, нағыз ата ол баласына байлық жинап, соны аузына шайнап беретін адам емес. Нағыз әке ол қашан беруді тоқтату керектігін білетін адам. Ол баласының өз аяғымен жүріп кету үшін, керек кезде оны ұядан итеріп жібере алатын адам. Құласа жыламай, орнынан өзі тұруын сырттай бақылап тұратын адам. Балам сол сынақтан өтті. Менің абыройымды, менің әкемнің атын кірлетпеді. Ол өзінің кім екенін, қандай тамырдан шыққанын дәлелдеді. Және мен бұдан артық еш нәрсе тілемеймін.
Алматының үстінде қою түн орнады. Боранда басылғандай, терезеден көрінген қаланың шамдары мың сан жұлдыздай жарқырайды. Осы шамдардың астында қаншама тағдыр, қаншама отбасы бар. Әрқайсының өз қиындығы, өз қуанышы бар. Менің де оқиғам сол миллиондаған тағдырдың бірі ғана. Бірақ бұл оқиға кімге де болса сабақ болар деген үміттемін. Мен шәйнегімді пештен алдым. Оның шүмегіне шыққан соңғы бу ауаға сіңіп жоғалды. Бәрі өткінші. Тек адамның артында қалдырған таза есімі мен адамгершілігі ғана мәңгілік. Есім ақшаға сатылмайтын, ұрлауға келмейтін жалғыз дүние. Мен мұны сақтадым. Менің балам да сақтайды. Егер өз балаңыз сіздің өмір бойы жинаған еңбегіңізді тартып алып, өзіңізді далаға тастағысы келсе, сіз не істер едіңіз? Көктем келді. Бұл көктем менің өмірімдегі ең мағыналы, ең жылы көктем болды. Қар еріп, қара жер бусанып, буы бұрқырап жатыр. Таңертең аулаға шықсам, ауада дымқыл топырақтың және жаңа бүршік жарған ағаштардың нәзік иісі тұрады. Мен өзім отырғызған жас алма ағаштарына қараймын. Мен үнсіз қараймын. Мен олардың қыстың ызғарына төтеп беріп, тірі қалғанына сүйсініп қараймын. Олардың жіңішке бұтақтарында кішкентай, жасыл бүршіктер пайда болыпты. Бұл жаңа өмірдің белгісі. Бір апта бұрын Арман маған жақсы жаңалық әкелді. Ол қайтадан үйленіпті. Бұл жолы дүркіретіп той жасаған жоқ. Зәулім зал, жүздеген қонақ, жалған күлкі болмады. Тек ең жақын адамдар ғана жиналып, үлкендердің батасын алды. Оның жаңа келіншегі қарапайым ауылдың қызы. Мамандығы мұғалім екен. Үйге кіріп келгенде, оның көздеріндегі табиғи ұяңдықты, жүрегіндегі тазалықты бірден байқадым. Ол маған қарап жасанды жымимады. Ол маған шын құрметпен сәлем салды. Менің ішімдегі бір түйін осы кезде толық тарқатылды. Кеше Арман маған сүйінші сұрап келді. Мен жақында немерелі болады екенмін. Ата-атанады екенмін. Бұл жаңалық менің кеудемдегі соңғы мұзды ертіп жіберді. Менің ізім, менің тамырым одан әрі жалғасады. Мен баяғы жасыл шәйнегімді қолыма алдым. Оның салмағы алақаныма сондай жылы тиді. Мен оны жақсылап жудым. Орамалмен жарқыратып сүрттім. Бұл шәйнек енді менің немереме қалады. Ол бұл ескі заттың тарихын біліп өсуі керек. Біздің өміріміз үлкен бір кітап. Әрбір парағы сынаққа, қателікке, ауыр сабаққа толы. Біз сүрінеміз. Біз құлаймыз. Біз қайтадан орнымыздан тұрамыз. Ең бастысы құлаған жерде жатып қалмау. Ең бастысы жаныңдағы адамды өзіңмен бірге тұңғиыққа тартпау. Егер мен сол күні, сол мерейтойда үстелді ұрып, айқай шығарғанымда не болар еді? Бәрі бұзылар еді. Бәрі қирар еді. Екеуміз де абыройдан жұрдай болар едік. Менің сол кездегі үнсіздігім, менің сабырым біздің әулеттің діңгегін сақтап қалды. Есім ол адамның ең басты байлығы. Оны ешбір алтынға, ешбір қымбат көлікке, зәулім үйге айырбастауға болмайды. Оны тек таза ұстау керек. Таза сақтау керек. Таза күйінде келесі ұрпаққа аманаттап табыстау керек. Мен Сұлтанмын, мен Өмірзақтың ұлымын. Мен Арманның әкесімін. Және мен жақында немере сүйетін бақытты атамын. Менің 62 жылдық ғұмырымда ұялатындай бірде-бір сөзім, бірде-бір қадамым болған емес. Бұл тәкаппарлық емес. Бұл мақтаныш емес. Бұл менің өмірлік бұлжымас қағидам. Мен сол қағидамен өмір сүрдім,
сол қағидамен өлемін. Адамдар, бір-біріңізді бағалаңыздар. Байлыққа, дүниеге құнықпаңыздар. Дүние қолдың кірі. Бүгін бар ақша, ертең су сияқты ағып кетеді. Ал отбасы, абырой, адамгершілік, мәңгілік құндылықтар. Қазіргі жастар бәрін тез алғысы келеді. Тез байырғысы келеді. Дайын нәрсеге ие бола салғысы келеді. Бірақ тер төгілмеген жерде қадір болмайды. Бейнетсіз келген зейнеттің ғұмыры қысқа болады. Бұны мен өз тәжірибемнен ұқтым. Бұны мен өз баламның қателігінен көрдім. Менің оқиғам осымен аяқталды. Бірақ өмір тоқтаған жол, ол өз арнасымен ағып жатыр. Менің баламның жаңа өмірі, менің немеремнің жарқын болашағы алда. Оларға айтар басты өсиетім, әкемнің маған айтқан сөз ғана, атыңды кір етпе. Бұл бейне баянды көріп отырған әрбір жанға айтарым, ата-анаңызды қадірлеңіз. Олардың қатпарланған әжімінде, шүңірейген көзінде сіздің бақытыңыз үшін жұмсалған ғұмыр жатыр. Олардың қаталдығының артында үлкен махаббат жасырынып тұратынын ұмытпаңыз. Егер балаларыңыз сізді қарттар үйіне жібергісі келсе, сіз не істер едіңіз? Пікірге жазыңыз.